Қызым, орман өрттерінің көпшілігін алдын алуға болады. Тылығырақ айтыңызшы. Өтпен қауіпсіз жұмыс істеу ережелерінен бастайық. Біріншіден, әрқашан оттың толығымен сөндіргеніне және оның айналасындағы жердің суық екеніне көз жеткізу керек. Екіншіден, сөндірмеген темекіні тастау қаупі әрқашанда бар. Ал қайсысы? Егер темекі құрғақ шөпке немесе орман түбіне тасталса, бір кішкентай ұшқын үлкен өртке әкелуі мүмкін. Келесі сабақ көлік құралдарының ұшқындары өртті тудырмауы мүмкіндігіне қатысты. Әке, бұл темекі секті шығар. Иә, сен дұрыс айтасың. Өрттің алдын алу үшін көлік құралдарын таза ұстау және жарамды күйде ұстау маңызды. Сондай-ақ өрт туралы уақытында хабарлау үшін әрдайым қолтаңбаларды пайдалану маңызды. Мұндай ақпарат жергілікті қызметтерге тез әрекет етуге және өрттің таралуына болдырмауға көмектеседі. Келесі сынып сағатында мен бұл білімді сыныппен бөлісемін. Шағын сақтық шаралары бүкіл ормандарды құтқара алады.